Бүгінде еліміздегі жылдың ең үздік стартапері Астанада отан алдындағы борышын өтеуде. Әлмұхаммед Амитов әскерге шақырылмас бұрын қатерлі ісікті ерте анықтайтын инновациялық жобаны әзірлеген. Бұдан бөлек ол ірі компанияларға арналған қосымшалар мен кол орталықтар жүйесін жасапты. Жас IT маманның жұмыстары қазір әлемнің 10 елінде қолданыста. Әскерге келгеніне 3 апта болса да, қазірдің өзінде қорғаныс саласындағы цифрландыруға үлес қосуды мақсат етіп отыр. Толығырақ сюжет көріңіз. Әлмұхаммед Амитов оқуды биыл ғана аяқтаса да еңбектенуден жалықпайды. Жас маман жасанды интеллект арқылы ең үздік жобалардың авторы атанып үлгерді. Оның әзірлеген инновациялық жүйесі қатерлі ісікті небәрі 7 минутта анықтай алады. Бұл әлемде баламасы жоқ. Медицинадағы диагностика жасауды жеделдететін тың әдістердің бірі екен. Үздік инновациялық жоба үшін арнайы марапатқа да ие болған. Изначально Әскерге келмес бұрын жасанды интеллект саласында қызмет еттім. Сөйлеуді тану, компьютерлік көру және табиғи тілдерді өңдеу бойынша көптеген жүйе әзірледім. Біз медицина саласында қатерлі ісікті ерте кезеңде анықтайтын жүйені мейрамханалар бизнесіне, ірі зауыттар мен фабрикаларға және әлемдік деңгейдегі компанияларға арналған жүйелерді де жасап шығардық. IT маманның жобаларын бүгінде әлемнің 10 елінде 100 мыңнан аса адам пайдаланып жүр. Оның кол орталықтарға арнап әзірлеген цифрлық жүйесі тіпті Лондондағы компанияларда қолданысқа енген. Бұдан бөлек елдегі Қайрат футбол клубына арналған арнайы қосымша да оның қолынан шыққан. Соған қарамастан Әлмұхаммед әскерге барғанына еш өкінбейді. Айтуынша, мұнда ғылыми білімін тереңдетіп қана қоймай, физикалық тұрғыдан шыңдалуға мүмкіндік бар. Алғашында ол семейге борышын өтеуге жіберілген. Кейін жергілікті мамандарға өз жобаларын көрсеткеннен кейін IT бағытындағы біліктілігі ескеріліп, Астанадағы ұлттық қорғаныс университетіне ауыстырылыпты. Многие из моего поколения думают, что Замандастарымның көбі әскерге баруды уақытын құр жіберу деп есептейді. Бұл пікірлер мүлдем дұрыс емес екенін айтқым келеді. Тарихты қарасақ, цифрландыру бойынша болған үлкен жаңалықтар соғыс уақыттарында пайда болған. Сондықтан да жасанды интеллект дәуірінде еліміздің мызғымас, берік әрі қауіпсіз болу үшін ең озық технологияларды қорғаныс саласына мүмкіндігінше ертерек енгізу маңызды. Ұлттық қорғаныс университетіндегі әскери ғылыми орталық 2018 жылы құрылған. Орталық жыл сайын бар болғаны 6 сарбазды ғана қабылдайды екен. Жауаптылардың айтуынша, бұл қабілеті жоғары әскери қызметкерлерді таңдап, олардың білімі мен мүмкіндігін ел қорғанысына тиімді жұмсау үшін жасалған қадам. Біз жастарды әскерге тартуды көздейміз. Мақсат талантты, қабілетті жігіттерді қабылдап, олардың мүмкіндігін толық пайдалану. Олар енгізетін жаңа идеялар мен инновациялар біздің қарулы күштерді жаңғыртуға, елдің қорғаныс қабілетін күшейтуге көмектеседі. Қазір бізде жабық әскери жүйеде қолданылатын түрлі жоба бар. Әлмұхаммед әскери борышын келер жыл аяқтайды. Ол қазірдің өзінде болашағына нақты бағыт қойған. Айтуынша, мақсаты Қазақстанды әлемдік технологиялық көшбасшылар қатарына қосу. Жас ғалым қорғаныс саласын толық цифрландыруға атсалысып, осы жолда бар мүмкіндігін жұмсауға ниетті. Мәди Бижан, Нұрлан Өтеген, Әлихан Өтеген, Алматы телеарнасы, Астана.